кәсіп білім беру саласы, сауат ашу негіздері, ма, дыбысы мен әріпі. Қанекей балақай, менімен бірге өлең жолдарын қайталашы. Біз ақылды баламыз, өседі ой санамыз, талаптанып білуге бар ынтаны саламыз. Санаймыз да ойнаймыз, ойнаймыз да ойлаймыз, үйренуге құмармыз, білім жолын қуамыз. Ал енді балақай, бірге жұмбақты шешіп көрейік. Өзі жап-жас мұрты бар, ет пен сүтке ұмтылар, тастамайды жылы үйде, түкті тонын шып-шыбар. Ойлана қойшы, ол не? Дұрыс айтасың балақай, бұл мысық. Ал енді мысық сөзіне дыбыстық талдау жасап көрейік. М дауыссыз дыбыс, дауысты дыбыс, С дауыссыз дыбыс, дауысты дыбыс, Қ дауыссыз дыбыс. Бұл сөзде 5 дыбыс бар, 3 дауыссыз және 2 дауысты дыбыс. Ал енді неше буын бар екенін көрейікші. Мысық, 2 буын бар. Дұрыс айтасың, жарайсың балақай. Балақай, енді әріпті жұмбақты мұқият тыңдап, шешіп көр. Мамырда бар, ақпанда жоқ. Қамырда бар, ақ нанда жоқ. Балақай, мұқият тыңдай ғой. Мамырда бар екен, ақпанда жоқ екен. Демек, бұл қандай дыбыс? Жарайсың балақай, бұл М дыбысы. М дыбысынан басталатын сөздерді білу үшін мына бейнебаянды бірге қарап шығайық. М әріпі. М әріпі. Мектеп. Мектеп. Мұғалім. Мұғалім. Мұхит. Мұхит. Мұз. Мұз. Маса. Маса. Мысық. Мысық. Маймыл. Маймыл. Мүйіз тұмсық. Мүйіз тұмсық. Мақта. Мақта. Мата. Мата. Балақай, енді орныңнан тұрып бір сергіп ал. Ешқашан мұңайма. Уақыттың бәрі бір мұңаятын жағымсызы болмайды. Бақыттың беріліп бағаласам гүлім мәңгі солмайды. Табиғат кінәсіз өзіңе сен, болады бәрі жақсы сөзіме сен. Бәрі де өтер, көңілді көтер. Көктемде жазда күзде қосыл бізге. Балақай, енді мына сұраққа бірге жауап іздеп көрейікші. М дыбысы қандай дыбыс? М дыбысын айтқан кезде үстіңгі және астыңғы еріндеріміз жабылып, дыбыс кедергіге ұшырап шығып жатыр. Дыбыс кедергіге ұшырап қысылып шықса, демек бұл қандай дыбыс? Дұрыс айтасың, дауыссыз дыбыс. М дыбысы
дауыссыз дыбыс. Балақай, саған мынадай тапсырма бермекшімін. Мысық, маймыл, моншақ, машина және маса сөздеріне дыбыстық талдау жаса. Дыбыстық талдау дегеніміз сөздің құрамындағы дыбыстардың дауысты немесе дауыссыз екендігін анықтап, қажетті түстермен дөңгелектеп бояп көрсету. Балақай, келесі тапсырмаға қарай ғой. Мына зат атауларының ішінен м дыбысы естілетін сөздерді тап. Доп, май, дөңгелек, маса, қонжық, мысық, түлкі, маймыл, кеме, моншақ. Осы сөздердің қайсысының м дыбысы естіліп тұрғанын анықта. Қане балақай, енді келесі тапсырмаға назар аудара ғой. Бұл тапсырмада бізге дәл солай м дыбысы естілетін сөздерді тауып, астын белгілеу керек. Велосипед, алма, бағдарша, жұлдыз, орамал, қалам. Балақай, сөздерді бірнеше рет мұқият қайталап оқып, м дыбысы естілген сөздердің астын белгілеп, жауабыңды маған жібер. Балақай, м дыбысының баспа түрін жұмыс дәптерімізге жазып үйренейік. Бірақ жұмыс дәптерімізге жазып бастамас бұрын, ең алдымен көзімізге жаттығу жасап алайық. Балақай, енді түзу отырып, көзіңді елпен бағытымен жүргізіп отыр. Балақай, өз жұмысыңды бастамас бұрын, денеңді тік ұстап, қарындашты қолыңа дұрыс ұстай ғой. Балақай, м әріпін жазып үйрену үшін жоғарғы нүктеден төмен қарай түзу сызық сызамыз. Содан кейін ортаңғы нүктеге дейін екі қиғаш сызық сызамыз. Содан кейін жоғарғы нүктеден қайтадан төмен қарай түзу сызық сызамыз. Балақай, енді осы үлгіге қарай отырып, өз жұмыс дәптеріңді ашып, м әріпін бастырып жаза ғой. М әріпін жазып болғаннан кейін өз жұмысыңды маған жіберуді ұмытпа. Балақай, енді мақтағыз бен мысық ертегісін бірге тыңдайық. Ертеде мақтағыз бен мысық болыпты. Бұл екеуі дос болып жүреді. Мақтағыз үйін жинап жүріп, бір мейіз тауып алады да мысықты шақырады. Мысық келмейді. Мақтағыз келмесең келме деп мейізді өзі жеп қояды. Жеп болған соң мысық келіп, неге шақырдың деп сұрайды. Мақтағыз айтпайды. Сонан соң мысық, ендеше қатығыңды төгемін дейді. Мақтағыз, мен құйрығыңды алып аламын дейді. Мысық қатықты төгеді. Мақтағыз мысықтың құйрығын алып алады. Мысық, апа, құйрығымды берші дейді. Мақтағыз, менің қатығымды төле дейді. Мысық жылайды. Сөйтіп мысық сиырға барады. Сиыр, маған қатық берші дейді. Сиыр, менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеліп бер дейді. Мысық ағашқа барып, ағаш, жапырағыңды берші дейді.
Аға, шөлдеп тұрмын, су әкеліп бер дейді. Мысық суға бара жатса, су әкеле жатқан қыздарды көреді. Қыздар, маған су беріңіздерші дейді. Қыздар оған, бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз дейді. Мысық дүкенге барады. Әй, дүкенші, маған сағыз берші дейді. Дүкенші, маған жұмыртқа бер. Сосын, мен саған сағыз беремін дейді. Мысық тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші дейді. Тауықтар, бізге дән әкеліп берсең, біз саған жұмыртқа береміз дейді. Мысық енді не қыламын деп бара жатса, бір ін қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды бас салады. Жаныңның барында айт, үйіңде не бар дейді. Тышқан қорыққаннан, үйімде бір табақ тарым бар дейді. Мысық, маған бір уыс тары бер дейді. Тышқан үйіне барып, бір уыс тары әкеліп береді. Мысық тарына барып тауыққа береді. Тауық жұмыртқа береді. Жұмыртқаны барып дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағызда барып қыздарға береді. Қыздар су береді. Суды апарып ағашқа береді. Ағаш жапырағын береді. Жапырақты апарып сиырға береді. Сиыр қатық береді. Қатықта барып мақтағызға береді. Мақтағыз мысықтың құйрығын қайтарып береді. Сөйтіп екеуі қайтадан дос болады екен. Балақай, саған бүгінгі ертегі ұнады ма? Ертегі ұнаса, оны қайтадан мұқият тыңдап шығып, ата-аналарыңа немесе бауырларыңа айтып беруді ұсынамын. Балақай, бүгінгі оқу қызметі түсінікті болды ма? Біз бүгін немен таныстық? М дыбысымен және әріпімен таныстық. М дыбысы дауыссыз дыбыс. М дыбысының таңбасы осылай белгіленеді. М дыбысының орнын анықтадық. Балақай, саған бүгінгі оқу қызметі түсінікті болса, онда келесі кездескенше сау бола ғой.